Сәлем достар, менің не тауып алғанымды қараңыздар. Міне обычно осындай клавиатура. Енді мына жерін басамыз. Именно 1 деген санның үстіне ұстап тұрсақ, міне бөлшек түрінде жазуға болады. 2-ден 1, 3-ден 1, 4-ден 1, 8-ден 1. Тіпті жақша ішіндегі 1-ді де жазуға болады. 2-де де сондай, 3-ден 2, дөңгелек ішіндегі 2, 4-ден 3, 8-ден 3, 4-де өзі ғана, 5-де 8-ден 5. Солай кете береді. Мына жерде де бар бұлай. Енді бұның барлығын стирать етіп тастайық. Жүректі де әртүрлі қылып сала аласыздар. Кәдімгі простой мына жердегі смайликсіз. Аласыздар и басып тұрасыздар үстінен. Міне нота, жүрек, қара жүрек те бар. Қызыл жүрек те бар. Әртүрлі нәрселер бар. Міне кристалл бар. Бес жұлдыз бар. Әрқайсының түрлері бар. Достар, іздей берсеңіздер, бәрі де табылады. Міне мына жерде де мындайлар бар. Рубль деп белгілеулеріңізге болады. Мысалға, рубль 1. Өтір. 2 доллар. 3 евро. Солай сияқты. Мынандай белгі бір актыда үйретеді өздері. Және де достар, сіздер былай баған түрінде мысалға жазайын десеңіздер, бүйтіп теріп отырасыздар, е? Олай емес. Оның өте тез әрі тиімді жолы бар. Мына жерде басамыз, и міне. Міне. Солай аласыздар да бүйтіп жібере бересіздер. Өте оңай әрі тиімді достар. Егер де осы видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. 5-10 минутта қазір математиканың видеосы шығып қалады. 5-10-15 минутта. Күтіңіздер.